Сәлем. Алдағы 9 минут мен сізге ақшаны көп табасыз ба, аз табасыз ба бәрібір. Сол ақшаларды бүкіл сфераларға біркелкі жеткізіп, және ақшаның берекесін келтіру бойынша қысқаша сабақ өтем, алыстап кетпеңіз. Ал береке келтіру бойынша техника видеоның соңында. Мен атым Айсара Нұржан. Мені Қазақстандағы чакралогия ілімінің алғашқы маманы ретінде таниды. Одан бөлек мен 6000-нан астам адамға чакрасын тазалап, оларды кванттық секіріс жасатып, жаңа рухани материалдық деңгейлерге шығаруға көмектескен чакрамет системасының авторымын. Бір сөзбен айтқанда, мен энергияларды зерттеймін. Ал сіз білесіз, дүниедегі ең қолжетімді энергия ол ақшаның энергиясы. Мен ақшаның энергиясын зерттегеніме міне 6 жыл болды. 6 жылдың ішінде маған ақшасын ұйымдастыра алмайтын, қарызға, кредитке, рассрочка, ретке, ломбардқа кіріп кеткен, 4 миллионнан бастап 40 миллион, 90 миллион қарызға кіріп кеткен, солардың барлығынан шыққан адамдармен жұмыс жасадым, және мол ақша тапса да ақшасының берекесін келтіре алмайтын миллионерлерге де терапия өткіздім. Осы уақыт аралығында 6 жыл ішінде мен жаңа заманның ақша энергиялары бойынша бірнеше заңдылық байқадым. Жалпы менің ақша энергияларына қызығушылығым қашан басталды? 2022 жылы аспан әлемде ерекше астрологиялық құбылыс болады. Бұны бүкіл астрологтар дабыл қағып айтты. Сол кезде барлығы айтты, ақшаның энергиясы 9 жылға өзгерді деді. Яғни біз соның қазір 3-ші жылындамыз. Менің осы интенсивінен алатын ілімдерді сіз әлі 5 жыл пайдалануға уақытыңыз бар, үлгересіз. Бұл жерде айта кету керек, астрология бұл ширк емес, немесе молдалар қорқытатын болашақты болжау туралы ілім емес. Астрология жай ғана әлемдегі энергияның ағынын зерттейтін ғылым ғана. 2022 жылдан бастап жаңағы айтқан трендтен кейін, жаңа кармалық өзгерістерден кейін енді бүкіл әлем энергияның заманына өтті. Енді бәрін энергия шешеді, бәрін. Тіпті аяғыңызға келетін шұлығыңыздан бастап, жүргізетін бизнесіңізге дейін энергияны шешеді. Астрология бойынша түсіндіретін болсақ, кармалық ай торлары Саршаян мен Торпаққа өтті, жаңа тренд берілді, және біз суығыш дәуіріне кірдік. Алдағы 2000 жыл осы суығыш дәуірінде боламыз. Енді бүкіл энергия басқаша ағады. Егер сіз осы энергиялардың ерекшеліктерін, заңдылықтарын үйреніп алмайтын болсаңыз, өкінішке қарай жұртта қаласыз. Ақша табу, адамдармен қарым-қатынас, барлығы басқаша жүреді. Астрология бойынша түсіндіретін болсақ, кармалық ай торлары Саршаян мен Торпаққа өтті, және суығыш дәуіріне ендік. Алдағы 2000 жыл бойына біз суығыш дәуіріндеміз. Енді бұл нені білдіреді? Ақшаны ұстау, ақшаны тарту, ақшаны табу және оны жұмсау әдістері күрт өзгерді. Егер сіз жаңа заманның жаңа ақшаларын тартуды үйренбейтін болсаңыз, өкінішке қарай жұртта қаласыз. Өзіңізде айналаңызға қарап көріңізші. Туыстарыңызға қараңыз, жақындарыңызға қараңыз, таныстарыңызға қараңыз. Барлығы бірдей кредитке кіріп кетті, байқайсыз ба? Ақша келеді, су сияқты, оны ұстау мүмкін емес. Неге? Осының барлығы ақша энергиясының ауысқанынан. Тіпті әлемдік аренадағы үлкен ойыншылар да, сондай байлар да банкротқа ұшырады. Бұрын танылмаған жаңа компаниялар, жаңа ойыншылар пайда болды, олар байып шыға келді. Бұрын айналаңыздағы дәулетті көрінген адамдардың дәулеті ортайып қалды. Бұрын ешкімге танылмаған таныстарыңыз аяқ астынан таныла кетті, аяқ астынан атақты болып, ақшаларын жер-көкке сыйдыра алмай жатыр. Неге? Қалай ойлайсыз? Себебі жаңағы айтқан суығыш дәуірі мен Торпақ пен Саршаяндағы ай торлары бізге жаңа энергияның трендін берді. Енді сіз осыны үйреніп алмайтын болсаңыз, жұртта қаласыз. Ал ол қалай жүреді? Ол 2 жолмен жүреді. Бірінші, енді бұдан былай бойында, жеке өзінде шексіз энергиясы бар адамдарға ақша молынан келеді. Яғни энергия туралы түсінікті шығар, 7 чакра каналыңыздың барлығы ашық болып, өмірді оңай сүріп, жеп-жеңіл жүретін болсаңыз, сізге ақша оңай келеді. Ал екінші, миссиямен келеді. Яғни жаңа дәуір ол миссияның ақшалары. Өте көп ақша ол тек қана миссияның ақшалары. Ол туралы тек мен емес, көптеген энерготерапевттер, психологтар, физиктер, тіпті
экономисттер, бай адамдардың өздері мойындайды. Миссиясын тапқан адам ғана шын молшылыққа шығады. Миссиясын тапқан адам ғана өзінің шын жолын табады. Миссиясын тапқан адам ғана денсаулығы күшейіп, нығаяды. Өз басынан айтатын болсам, миссия тапқаннан кейін менде анемия кетті, асқазан аурулары кетті, бас ауру кетті, шошынатыным бар еді, түнгі ұйқым тыныш емес еді, сол кетті, тағы да басқа ұсақ-түйек аурулардың барлығы күрт жоғалды. Миссиясын тапқан адам ғана бұл өмірде шын қарым-қатынастарға ие бола алады. Өзіне керекті адамды таба алады. Миссиясын тапқан адам ғана бұл өмірде өзінің жолын, орнын ойып тұрып ала алады. Және миссиясын тапқан адам үлкен сый құрметке ие болады. Миссиясын тапқан адам атаққа шығады, Димаш сияқты. Менің өзім мысалға осы соңғы жылдары 22.100 подписчигім бар, 6000-нан астам тұрақты клиенттерім бар. Солардың ортасында мені Қазақстан, жан-жақтан, тіпті ТМД мемлекеттерінен де Айсара ханым бізге келіп бір чакра өткізіп кетіңізші деп шақырады. Оның барлығы миссияның арқасы. Сонымен миссияның ақшалары деген не? Миссияның ақшалары деген ол былай. Алла тағала әр адамды бұл дүниеге бір міндетпен жіберді. Бір міндет, предназначение деп айтады. Яғни біздің бойымызда таланттарымыз бар, әр адамда 8 талант болады. Және қанмен келіп атқан қасиеттеріміз бар, ДНК-мен берілетін ата-бабаларымыздан. Соларды ұштастыра отырып, барлығын байланыстыра отырып, жасампаздықпен өзіңіздің Құдай арқалатқан, өзіңіздің астрологиялық картаңызда жазылған, сізге ғана жазылған, сізге ғана арналған өз жолыңызбен жүретін болсаңыз, міне сол миссия деп аталады. Оны қалай табамыз? Оны екі жолы бар. Біріншісі астрологиялық картаңызды аштырып, сол арқылы білуге болады. Екіншісі ақша интенсивінде. Жаңа миссияның ақшалары, оны қалай табамыз, миссияны қалай табамыз, миссия деген не, және оның жолдарын үйретемін. Видеоның басында айтқан ақшаның берекесін келтіру деген осы, достар. Егер сіз өзіңіздің миссияңызға түсетін болсаңыз, Алла тағала сізге ақшаңыздың берекесін келтіреді. Тіпті қанша ақшаны шашсаңыз да, соның орнын 2 еселеп, 3 еселеп, тіпті 10 еселеп толтырады. Ең бастысы миссияңызды табыңыз. Сізді күтемін. Егер оған жазылам десеңіз, бағасы 5000 теңге қазіргі уақытта. Осы видеоның астына 22 деп жаз, сізге менеджер өзі хабарласады және сізді тіркейді. Ол жерге тіркелген соң арнайы Telegram каналға қосыласыз. Ол жерде арнайы ойындар, техникалар, сауалнамалар жүргізіледі. Мен ақша энергияларыңызды өсіру, ақшаға қатысты мышлениеңізді дұрыстау, ақшаға қатысты состояниеңізді көтеру және нақты қазіргі заманның ақшаларын қандай инструменттермен тауып, тартып, көбейтуге болады және оларды дұрыс игеруге болады, осылардың барлығын үйретемін. Бұдан қапы қалмаңыздар, бұл қайталанбайды.